Мен кепіл боламын. Бір күні өте қарапайым киінген, жүдеу көрінетін әйел азық-түлік дүкеніне келді. Солғын тартқан өңімен, мұңды жанармен дүкен иесіне қарап: "Күйеуім ауыр дертпен төсек тартып жатыр, ал үйде 7 балам аш отыр. Көмек беріңізші" деп жалына сөйледі. Дүкенші оған мұрнын шүйіре қарап: "Ей, тіленші қатын, дүкенімнен шығып кет" деп зекіді. Әйел байғұс дүкеншіге тағы да жалынған күйі: "Ең болмаса қарызға беріңізші. Балаларымның есі дұрыс ересектерін тамақтандырып, жұмысқа жібере алар едім. Олар тапқан ақшасын әкеліп қарызымды өтер едім" деді үміттене. Дүкенші сонда да аяушылық танытпады. Олардың әңгімесін дүкеннің сыртында тұрған бір кісі естіп ішке кірді де сатушыға: "Оның қарызын қайтаруына мен кепіл болайын, айтқандарын бере ғой" деді. Дүкенші жақтырмаған пішінмен әйелге қаратты: "Қажетті азық-түліктің тізімі бар ма?" деп сұрады. Әйел үнсіз ғана басын изеді. "Олай болса, сол тізім жазылған қағазды таразының бір жағына қой. Екінші жағына сол қағаздың салмағына тең келетін азық-түлік қаналасың" деді дүкенші мысқылдап. Әйел қалтасынан бір жапырақ қағазын алып, таразының бір жағына қойды. Сосын қажет азық-түлікті алып, таразының екінші жағына орналастыра бастады. Сол сәтте таңғажайып оқиға орын алды. Таразының қағаз қойылған жағы азық-түлік салынған жағын басып кетті. "Бұл қалайша? Мүмкін емес." Дүкеншімен кепіл болған кісі көздері шарасынан шыға таңдана қарасты. Әйел өзі қалағанынша азық-түлік алды. Бірақ таразының қағаз қойылған жағы ауыр тартып тұра берді. Дүкеншінің амалы таусылды. Берген уәдесін бұза алмай, әйелге алған заттарын есептеп сөмкелерге салып берді. Әйел алғысын айтып шығып кетті. Дүкенші жалма-жан таразыдағы қағазды қолына алды. Қараса, онда азық-түлік тізімі емес, мына сөздер жазылған екен: "Иә, Алла, менің неге мұқтаж екенімді менен гөрі сен жақсы білесің. Сондықтан өзіңе тәуекел еттім. Өзіңнің аманат етіп берген балаларымның ризығын маған жеткізіп бер." Дүкенші есінен танып құлардай болды. Басын ұстап сұлқ етіп отыра қалды. Әйел кеткен соң кепіл болған кісі дүкеншіге бір бума ақша ұсынды да: "Қайтарымының керегі жоқ" деп дүкеннен шығып кетті. Дүкенші болған жағдайды түсінбей, таңырқап, есі ауып кетердей мелшиіп отырды. Бір қызығы, таразының азық-түлік қойылған бөлігі сынып кеткен еді. Дүкенші болған оқиғаның байыбына толық бара алмаса да, Алла тағаланың құдіретіне бас иіп, ұзақ ойға шомды деп оқиға өз мәресіне жетеді. Видео қызықты болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Достарыңа жібер және өзіңнің қызықты оқиғаларыңмен бөліс.